Қыс мезгілі еді. Аспаннан ақ ұлпа қар баяу ғана жерге түсіп жатты. Дала аппақ көрпеге оранғандай әдемі болатын. Бірақ суық күндері құстарға оңай емес еді. Бір күні кішкентай Айару терезенің қасында тұрып, сыртқа көз салды. Ауладағы жалаңаш ағашта бірнеше кішкентай құс бүрісіп отыр екен. Олар тоңып бір-біріне тығыла түсіп, жылы жер іздегендей көрінді. Айарудың жүрегі елжіреп кетті. Әке, қарашы. Құстар тоңып қалған сияқты, деді ол алаңдап. Әкесі терезеден сыртқа қарап, басын изеді. Иә, қызым. Қыста құстарға өте қиын. Бірақ біз оларға көмектесе аламыз, деді ол мейірімен. Сол сәтте Айарудың ойына бір жақсы идея келді. Әке, оларға ұя жасап берейікші, деді ол қуана. Әкесі қызының ұсынысын бірден қолдады. Екеуі бірге үстелдің үстіне ағаш тақтайларды әкеліп құстарға арнап ұя жасай бастады. Айару шегелерді ұстап беріп, әкесі балғамен қағып отырды. Көп ұзамай әдемі, жылы ұя дайын болды. Келесі күні олар далаға шықты. Әкесі ұяны үлкен ағаштың бұтағына мықтап іліп қойды. Көп өтпей-ақ құстар ұшып келді. Олар жаңа ұяны айналып ұшып біртіндеп қона бастады. Қарашы, әке, біз көмектестік, деді Айару қуанып. Иә, қызым. Кішкентай жақсылықтың өзі үлкен мейірімге айналады, деді әкесі. Сол күннен бастап Айару әрқашан табиғатты аялауды, жан-жануарларға қамқор болуды үйренді.